Бір кездері шағын қалада қорқынышты оқиға болды. Бір жас қыз орманда серуендеу кезінде жоғалып кетті. Жергілікті тұрғындар мен полиция оны бірнеше апта бойы іздеді, бірақ ешқандай із таппады. Оның туыстары мен достары не болғанын түсіне алмады. Жылдар өтті және бәрі бұл оқиғаны ұмытып та кетті. Бірақ бір күні бір топ жас зерттеушілер орманда зерттеу жүргізіп, оны желіге орналастыруға шешім қабылдады. Олар өздерінің саяхаттары туралы бейнелер түсірді. Олар орманда ескі қараусыз қалған үйге тап болғанға дейін бәрі жақсы болды. Жергілікті тұрғындар әрқашан бұл үйде оғаш нәрселер болып жатқанын және оған жылдар бойы ешкім кірмегенін айтты. Бірақ жас зерттеушілер ішіне қызықты нәрсе таба алатынына сенімді болды. Олар бейне түсіріп, үйді зерттей бастады. Бірақ кенеттен оғаш нәрселер орын ала бастады. Олар бос бөлмелерде қадамдар мен дауыстарды естіді. Олардың бірі терезенің жанынан көлеңке өтіп бара жатқанын көрді. Олар өздерін бірдеңе көріп тұрғандай сезіне бастады. Және көп ұзамай жер төленің түбінен бір түрлі бөлме тапты. Бөлмеде жоғалған таныстарының заттарын көрді. Қыздың жоғалып кеткен жері осы екенін түсінді. Және бұл үйде жалғыз емес екенін қорқынышты сезінді. Содан кейін олар қыздың дауысын және артқы жағында қандай да бір қозғалыстарды естіді. Балалар жүгіре бастады, бірақ олардың артынан есіктер жабылып, ішке кіріп кетті. Содан кейін олар дауыс естіді. Балалар қорыққаннан мүмкіндігінше үйден тез шығу амалын ойлады. Бірақ олар қайда барса да, олардың алдында есіктер жабылып, қабырғалары пішіні мен бағытын өзгертті. Кенеттен зерттеушілердің бірі сыбырды естіп, қабырғаға қарады. Онда қабырға суреті олардың соңына ергендей көрінетін жас әйелді бейнелейді. Бірақ бірдеңе дұрыс болмады. Оның қанды көздері болды және оның жүзіндегі күлімсіреу зұлымдыққа айналды. Олар бұл ешқашан таба алмайтын жоғалған қыз екенін түсінді. Бірақ ол қазір кім және оларда не қалайды? Кенеттен олар жасырын бұрыштарда бір нәрсе қозғала бастаған естіді. Олар үлкен және ауыр нәрсе келе жатқан сияқты. Балалар есіктер мен терезеден өтіп жүгіре бастады және ақыры үйден шықты. Олар ашық кеңістікке болғанша орманда жүгірді және қан іздері киімдерінде қалғанын байқады. Балалар түсіндіре алмайтын қауіптен жаңа ғана қашып кеткендерін түсінді. Олар бір-біріне бұл үйге ешқашан оралмауға және зерттемеуге уәде берді.